Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қалдарыңызда Айнұр Артықбай қызы. Бүгін 6 наурыз күні. Дәл бүгін түнде құлшылық қылатын күн. Күндіз ораза, яғни бүгін бараат күні екен. Яғни Аллах Тағала Шағбан айының қақ ортасында Аллах Тағала дүние аспанына түсіп, менен истихфар тілеушілер бар ма? Яғни кешірім сұраушылар бар ма? Күнәсін кешірейін. Ризық сұраушылар бар ма? Мен ризығымды берейін. Бір мусибат, бір қайғы, бір қасірет, бір бәлеге ұшырап қалады адамдар. Сондай нәрсесі бар ма? Сондайға ұшыраған құтқарайын мен одан деп айтады екен Аллах Тағала. Осындай сол жағдай таң атқанға шейін жалғасады дейді. Таң атқанға дейін Аллах Тағалаға біз түннен бастап құлшылық қылуымыз керек екен. Бүгін истихфар айтып, салауат айтып, құлшылық қылып, білген Құранымызды, білген сүрелерімізді оқып, дәретімізді алып, жай намазға отырып, құлшылығымызды қылуымыз керек екен. Намаз оқу не обязательно. Одан кейін сол жағдай жалғасады. Ибн Маджа риуаят етілген дейді. Али радиаллаху анху. Ибн Маджа, Тирмизи, Ахмад риуаят еткен хадис дейді. Айша радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жанынан, Айша анамыз айтып жатыр. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жанымнан кетіп қалды, қасымнан дейді да. Сөйтіп соны іздеп шыққан. Сөйтсе мешіттің қасындағы Бақия деген қабірстанда жанында отыр екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, аспанға қараған күйінше. Айша анамыз жақындаған кезде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтқан екен: "Я Айша, сен Алла және оның Расулулласы сенен шеттетіп кетті ма, сенен шеттеніп кетті ма деп қорықтың ба?" десе, Айша анамыз айтқан екен: "Жоқ, мен сізді басқа әйелдеріңізге кетіп қалды деп ойладым" дейді екен. Деген екен. Сол кезде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтқан екен: "Бұл түннің берекесін білесің ба? Я Расул, бұл түннің бүгін Шағбан айының тең жарымы. Алла осы кеште тәубе истихфар істеген пенделердің күнәларын кешіреді. Және де Мадинадағы ең көп, қойы көп бір тайпа бар екен. Солардың жүндері қанша көп болса, одан да көбін Аллах Тағала кешіреді. Мадинадағы ең көп қойы бар бір тайпа бар екен. Солардың қанша қой екен, Аллаху алем, солардың бір қойда қанша жүн болады. Сондан пәлен қой, мысалы миллион қой дейікші, мысалға да 1000 қой, 100 000 қой, содан да көп күнәларын кешіремін дейді Аллах Тағала. Және барат түні осы бүгін азанға дейін 6 март 23 жыл, 2023 жыл азанға дейін истихфар, салауат, құлшылықта өтуіміз керек екен. Бұл түнді біз өткізіп алмауымыз керек екен. Өте берекелі күн. Бүкіл күнәларды Аллах Тағала кешіреді. Осы тек қана 2 адамның ғана күнәсін кешірмейді деген. Бірінші мушрик, Аллаға серік қосқан адам. Мушрикті білесіздер, Аллаға серік қосқан адам, ол мушрик. Одан кейін екіншісі, басқа адамдарға ішінің жүрегінде бір көре алмаушылық, дұшпандығы болған адамды Аллах Тағала кешірмейді деген. Бұны да мушрикке теңеп тұр Аллах Тағала. Яғни мұсылман адамның, бізде қашанда айтып жатамыз, мұсылман адамның тілінен де, іс-әрекетінен де басқа адам зиян көрмеу керек дейміз. Егер де ол адам ішінен дұшпандық ойлап, соны іске асырып, көре алмаушылық, түнімен ұйықтай алмайтын жағдай болса, ол мушрикке жатады екен. Осы 2 адамның қана Аллах Тағала күнәсін кешірмейді. Қалған бәрінің күнәсін кешіреді екен таңға дейін. Былайша айтқанда, таңға дейін біз Аллах Тағаланың мейірімі, махаббаты, кешірім есіктері ашықты. Одан кейін бұл күні күндіз ораза, түнін құлшылық, зікірмен, дұғамен, истихфармен өткізу керек екен. Бүгін ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақыттарда мен Рамазан айы келе жатыр. Құдай қаласа, Рамазан айы осы наурыздың 23-не басталады. Құдай қаласа, оған арнайы видео шығаратын боламын мен. Және ауыз ашатын кесте, ауыз ашарда оқылатын дұғасы, ауыз бекіткенде, яғни ауыз ашарда оқылатын дұғаларды, кестелерін мен сіздерге ұсынатын боламын, Құдай қаласа. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, осы күнді өткізіп алмайық.